Бүгін облыс әкімінің төрағалығымен кезекті аппараттық кеңес отырысы өтті. Жиында аймақ үшін маңызды бірқатар мәселелер талқыланды. Оның ішінде тұрмыстық қатты қалдықтар орналастыруға арналған полигондардың жай-күйі мен жазғы шомылу маусымындағы қауіпсіздік шаралары пысықталды. Айта кетейік, аймақта қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу инфрақұрылымы да қолға алына бастады. Мәселен, Жасыл даму акционерлік қоғамы арқылы Байзақ ауданында 2 жоба жүзеге асырылуда. Нәтижесінде дәретхана қағазы мен полимерлі плиткалар сынды экологиялық таза өнімдер өндіру жолға қойылмақ. Дегенмен ғарыштық мониторинг бойынша рұқсат етілмеген 118 қоқыс үйіндісі анықталған. Қалдықтарды жинау қызметін дамыту мақсатында облыс аумағында 3389 контейнер орнатылған. Оның 529 бірлігі 2026 сатып алып қойылған. Облыс аумағында қалдықтарды жинау және тасымалдау қызметін 40 мекеме жүзеге асырып отыр. Олар 191 арнайы техникамен жабдықталған. Қазіргі таңда облыс тұрғындарының 97% бұл қызметпен қамтылған. Сонымен қатар облыста қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу инфрақұрылымын дамыту мақсатында Жасыл даму акционерлік қоғамына 5 жоба ұсынылып, оның 2-і қолдау тауып отыр. Сонымен қатар жиында көтерілген тағы бір маңызды мәселе жазғы шомылу маусымындағы қауіпсіздік шаралары болды. Күннің ысуына байланысты су айдындарындағы қауіпсіздік күшейту, рұқсат етілмеген жерлерге шомылуға жол бермеу және тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын белсенді жүргізу қажеттігі айтылды. Жиын қорытындыланған облыс әкімі қос мәселе бойынша да жауапты басқарма басшылары мен аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар берді. Қалдықтар полигон ретке келтіру мен су маусымындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын тікелей өз бақылауында ұстайтынын жеткізді. Мөлдір Аманбай, Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.